Сәлеметсіздер. Менің есімім Қайролла Жанбота Ботаұлы. Мен Павлодар қаласы Павлодар технологиялық колледжінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімімін. Және де сертификатталған АФК маманымын. Бүгін мен ерекше балаларға арналған жаттығуларды көрсетемін. Бұл жаттығулар балаларға ғана емес, дене шынықтыру пәнінің мұғалімдеріне, АФК және ЛФК нұсқаушыларына, сондай-ақ ата-аналарға өте пайдалы құрал бола алады. Бейнежазба ашық және қолжетімді түрде. Бірге дамып, денсаулықты жақсартайық. Біздің жаттығу ол аяқ бұлшықеттерін созу жаттығулары. Бірінші жаттығуымыз ол көбелек жаттығуы. Алмаз, қолымызды, аяғымызды қосамыз, қолымызбен өзімізге қарай тартамыз аяғымызды. Өте керемет. Енді аяғымызды қане 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Осы жаттығуда бізде аяқтың сан еттері созылады. Келесі жаттығу ол сол аяғымызды созамыз, оң аяғымызды өзімізге қарай тартамыз, жақынырақ. Екі қолымызбен аяқтың ұшына созыламыз, қане Алмаз. 1, 2, 3, 4. Тағы да 1, 2, 3, 4. Осы жаттығуды жасап жатқан кезде біз баланың денесін басып тұрамыз, көтерілмеу үшін. Келесі аяғымызды ауыстырамыз. Енді сол аяғымызды қойып, оң аяғымызды алға созамыз. Екі қолмен созыламыз, қане. 1, 1, 2, 3, 4. Тағы да 1, 2, 3, 4. Өте керемет, жақсы. Келесі жаттығуымыз ол екі аяғымызды қосамыз. Қолымызды созамыз. 1, 2, 3, 4. Тағы да 1, 2, 3, 4. Аяқтаймыз. Біздің келесі жаттығу ол гимнастикалық массажный валикпен аяғымызды толық баса отыра жаттығуды жасаймыз. Әрбір аяққа 4-4-тен жасаймыз. Қане, баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі аяқ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Өте жақсы. Осы жаттығуды әрбір аяққа 20-25 рет болу керек.